Сәлем, сәлем, балақай. Бүгінгі күнің қалай өтті? Менің ертегімді сағынған боларсың. Сағынсаң, мен ертегімді бастаймын. Бүгінгі әңгімелеп беретін ертегім «Үш қыз және үміт тауы» деп аталады. Ертеде, жасыл орманның ар жағында, тау бөктерінде бір шағын ауыл орналасыпты. Ол ауылда Айнұр, Гүлнұр және Балжан есімді үш құрбы өмір сүріпті. Олардың әрқайсысының өзіне тән ерекше мінезі бар екен. Айнұр болса, өте ақылды, үнемі кітап оқып, барлығын зерттеп жүреді екен. Ал Гүлнұр болса, өте шыншыл, әрі батыр, ештеңеден қорықпайтын. Ал Балжан болса, өте мейірімді, тіпті құмырсқаны да ренжітпейді екен. Бір жылы ауылға жаз бойы жауын жаумайды. Яғни жауын жаумаса, егін де болмайды, айнала көктемейді. Яғни барлық өсімдіктер, ағаштар қурай бастайды. Ауылдағы бір қарт, дана әже былай дейді: үміт тауында жоғалған көк тас бар. Ол ауылдың бақыты мен берекесінің кілті. Егер ол табылмаса, ауылдың халі нашарлайды. Шөптер қурап, ағаштар сола бастайды. Егін де болмайды ауылда. Су тартылып, адамдар мұңға батады, дейді әже. Қыздар болса, сол көктасты табуға бел буады. Бірден жолға жиналып, шығып кетеді. Бұл сапарда ол үшеуі қандай қиындықпен кездеседі екен? Қане әрі қарай тыңдайық. Олар алдымен қалың орманға тап болады. Орманның ішінде келе жатса, торға түсіп қалған бір арық түлкіні көреді. «Көмектесіңдерші, өтінем», деп түлкі жалыныпты. Балжан болса, торды кесіп, бірден түлкіні босатып жібереді. «Рахмет, қажет кезде көмекке келем», дейді де, түлкі қуанып жүгіре жөнеледі. Ары қарай жүріп келе жатып, олар ағысы қатты өзенге тап болады. Алдарында ескі тас көпір тұрады. Бірақ жартысы құлап жатыр. Кенеттен алдарынан бір қарт ата пайда болады. Ол қыздарға не дейді екен? Көмектесе ме қарт ақсақал қыздарға? Дұрыс айтасың. Қарт ақсақал да бұл өзеннен қалай өту керектігін түсіндіреді. Ол қарт қыздарға былай дейді: бұл көпірден тек шынымен өздеріне сенімді адам ғана өте алады. Ал қалғандары суға құлайды, дейді. Айнұр ойланып, зерттеп, көпірді байқап, қай тастар орнықты екенін анықтайды дағы, үшеуі бірден аман есен өзеннен өтіп кетеді. Ал өзеннен қыздар аман есен өтті. Ары қарай не болады екен? Тыңдаймыз ба? Жақсы, мен жалғастырамын. Олар үміт тауына жақындап қалады. Бірақ жақындап қалғанда бір қараңғы үңгірге кіріп, адасып кетеді. Сол кезде «қорықпаңдар» деген дауыс шығады. Ол кім екен? Әрине, бағана өздері тордан босатқан түлкі көмекке келеді.
Ол түлкі оларға жол көрсетіп, үңгірден шығарып жібереді. Олар үшеуі ары қарай таудың басына жетеді. Таудың басына жеткенде ауылды құтқарушы Көктас бір үлкен тастың астында жарқырап жатады. Бірақ үлкен тасты орнынан қозғалту оңай емес. Үш қыз үлкен тасты қалай орнынан қозғалтар екен? Саған да қызық па? Маған да қызық. Ол үшеуі күштерін біріктіріп, бар күштермен тасты итерген кезде, тас орнынан қозғалады. Көктас сол кезде жарқ етіп, аспанға нұрын шашады. Сол сәтте ауылда жаңбыр құйып, көк шөптер гүлдей бастайды. Сөйтіп, үш батыр дос қыз ауылды құрғақшылықтан құтқарған екен. Ертегі ұнады ма? Бұл ертегі балақай. Бірлік арқылы барлық қиындықты жеңуге болатынын көрсетеді. Бұл ертегіде достық жайында екен. Яғни нағыз күш достықта, бірлікте және әр қыздың өз ерекшелігінде. Біреуі ақылды болса, екіншісі батыр, ал үшіншісі өте мейірімді. Яғни осы қасиеттер бізді жетістікке жетелейді. Менің ертегім саған ұнады деген ойдамын. Ертеңге дейін мен сенімен қоштасамын.